Бәрі сәлем достар. Адамдар 300 жылдан астам уақыт бойы әлемді зерттеп келе жатыр. Дегенмен жануарлар, құстар және жердің басқа тұрғындары таң қалып отыруда. Олар зерттеушілер таң қалдырады, желі қолданушыларды да. Біздерге күмән туындырады. Біз өмір сүріп жатқан планета туралы бәрін білеміз бе? Сонымен бүгінгі видеода біз сіздерге жануарлар туралы таң қаларлық фактілер айтамыз. Олай болса кеттік. Жануарларға гипноз. Адамды гипноздай алатын бәрі білетін шығар. Жануарларға қалай қарайсыз, немесе құстарға? Тауық гипнозға тез ілінетін екен, адамдарға қарағанда. Олардың гипнозға кіргізу үшін олардың алдына сағат көрсетіп, дұрыс тыныс алудың сұраудың қажеті жоқ. Тауықты гипнозға кіргізу үшін сізге тауықтың өзі кез келген тегіс жер бор керек. Бор жоқ болса, құм салсаңыз керек. Тауықты ұстап алып, оны тыныштандырып, тынышталған кезде алдынан тік сызық салып керек. Көріп тұрғандарыңыздай тауық қимылсыз қалады. Оны гипноздан шығару үшін бар болғаны түрту қажет. Тауықтың өзі ешкімге зияны жоқ жануар. Ал кейбір адамдар шын қолтырауынды гипнозға кіргізу үшін тырысады. Бұл өте қауіпті, бұны қайталамау керек. Оны гипнозға кіргізу үшін бірінші оның аузын жақсылап ұстап, аузы қатты ұсталған соң, оны жайлап жатқызу керек. Мұны біз ойлағаннан да қиын, себебі қолтырауын қарсы болуы мүмкін. Егер сіз жатқыза алсаңыз, 1-2 секундтан кейін қатып қалады. Бұндай тәсілмен көбінесе қолтырауын сияқты жануарлар асырайтын адамдар қолданады. Қорықпаңыздар, қолтырауынға түкте зиян келмейді. Капитан Американың эффектісі. Стив Роджерс мұзда 70 жыл болып өмірге қайта оралған. Бұл мүмкін емес секілді. Шын өмірде бұл сирек кездеседі. Стоп! Мен осы жайында видео шығарғам. Сол видеоны төбеде ссылка тұрады, соны басып көріп кетсеңіздер болады. Осыған ұқсас ауыл бақаларын алсақ болады. Ауыл бақалары өзінің денесін күздігіні қатырып, қыстың суық кезін өткізіп, көктемде қайтадан ериді екен. Осыған Аляскадегі зерттеушілер қызығып, зерттеу жасаған. Өздерінің зерттеулеріне 2 арнайы бақа алған, біреуі зертханада арнайы өсірілген, ал екінші тайғақта өмір сүрген бақаларды алған. Бұл зерттеулердің қорытындысында тайғақта өмір сүрген бақа қысты еш қиындықсыз өткізген екен. Бақалардың денесі -0 градус температурада 6 ай шыдай алады екен, ал -20 градуста 3 айға шыдай алады екен. Бұндай температурада басқа жануарлар өліп қалушы еді. Өйстіп бақалар қыстың суығын ұйықтап, аюлар сияқты көктемде оянып, өз тіршілігін жалғастырады екен. Достар, егер видео ұнаса лайк басып, подписка етіп кетіңдер. Алдын ала үлкен рахмет. Қош сау болыңдар.